Айнұр Жаппарқұлова. Алаштың бүгін тағы үні мұңды. Тағдырдың шаршатпаған сыны кімді? Жартысын қырып тастап ашаршылық ақтабан болып бір кеш шұбырынды. Көрген ол жер мен көктің табысқанын, көрген ол бастан талай бақ ұшқанын. Солақай саясаты Сталиннің айдады абақтыға арыстарын. Өзінің қожа болмай қонысында, бауыр деп Қытайында, орысында, тажалдан талай рет тайқып кетті ерлікпен ұлы отан соғысында. Жауыздар жарсадағы түрлі атымын, шашылмай ширай түсті шыңдап оғын, жаратқан өлмейтіндей өмір берген бағынан көп болғанмен зұлмат оның. Көрді ғой қайран елім нелерді азап, бір заман сезем алда келер ғажап. Ажалдың тырнағынан аман қалған осы бір індетті де жеңер қазақ. Кенеттен қазылғанда көр қасыңда, күнінен қияметтің қорқасың ба? Біз үшін талай адам тер төгіп жүр өмір менен өлімнің ортасында. Ұлтымды ұрандасам ұғармадам, сынақтан сырғып өтіп шығар қалам. Сабырға келіп заңға бағынайық, қалғаны құдіретті бір Алладан. Қиын қыстау қилы заманда не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда мың жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік. Бірлігіміз бойға күш беріп сан сынақты кешкенбіз. Күлтегіміз қаған білгенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күн сөнгенше біргеміз. Қаран қазақ бері кіргенбіз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәрімізде біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәрімізде біргеміз.